жыл сайын технологиялардың жақсарып келетіні анық. Мысалы, бұрын тек ғылыми фантастикада көрсетілген заттарға қазір біз қол жеткізіп отырмыз. Менің студент кезімде алғашқы смартфондар, алғашқы сенсорлық экрандар және де алғашқы 3D Java ойындар пайда болғаны есімде. Біраз уақыттан кейін алғашқы флагмандық смартфондар мен камерафондар пайда болып, кәдімгідей мегапиксельдерге жарыс басталып кетті. Ол кездері адамдар жаңағындай 2 мегапиксель немесе HD разрешение дегенге таң қалатын. Ал қазір қалай? Флагмандық құрылғыларға кәдімгідей талаптар өте жоғары деңгейде. Қазіргі адамдар нағыз флагманда мықты камера, керемет дисплей, NFC, 5G, сонымен қатар битпен қоса саусақ ізін тану сияқты барлық соңғы технологиялары бар болуы керек, және де бұның бәрі зарядсыз, мүмкіндігінше ұзақ жұмыс жасауы тиіс деген талап қойылады. Бүгін Технобро рубрикасының қонағы нағыз сондай. Флагманды камерасы бар, атап айтқанда бұл бізде Honor 90 смартфоны. Оның нақты қандай екен бірге көрейік. Достар, бұдан бұрын Технобро рубрикасында 520 алмазды мына балаты құттықтаймыз, және бүгінде тура сондай 30 сіздерді күтуде, сондықтан видеоны соңына дейін қараңыздар. Барлықтарыңызға сәттілік. Алдымен айтарым, бұл 10 тамыз күні ғана шығатын жаңа смартфон. Және оны мен ТМД елдерінің ішінде ең алғашқы болып сіздер үшін тауып шолу жасағалы отырмын. Анды қорапта не бар екен бірге көрейік. Смартфонның өзі, SIM карта лотогын ашатын қыстырғыш, 1,5 метрлік Type-C кабелі, және 66 ваттық Honor Supercharge атты фирмалық блок питаниясы бар. Смартфон 3 түсте қолжетімді болады: арктический лед, полночный черный және де менікінде изумрудный зеленый болып келеді. Меніңше ең әдемісі осы. Смартфон ұзындығы 161,9 мм, ені 74,1 мм, қалыңдығы 7,88 мм. Және салмағы бар болғаны 183 граммды құрайды. Сол жағында дауысын реттейтін және жағып сөндіретін батырмасы орналасса, астында 2 SIM картаға арналған лотокты, микрофонды, Type-C қосқышы мен аудиодинамикті таба аласыз. Жалпы смартфон сапалы құрастырылып, сыртынан әдемі әрі сәнді көрініп, қолда ұстау ыңғайлы екенін айтқым келеді. Мұндағы дисплей шын мәнінде флагманды құрылғыға лайық. Ол 6,7 дюймдік дөңгеленген Full View AMOLED экраны бар. Оны қалқымалы экран, яғни парящий экран деп те айтады. Өйткені ол төрт жағынан дөңгеленген болып келеді. Шын өмірде өте әсерлі көрінеді. Экранның ажыратымдылығы 2664-те 1200-ге дейін. Ол 1,07 миллиард түсті көрсетіп, HDR10+ де қолдануға мүмкіндік береді. Сондықтан кино мен сериалдарды көруді ұнататын жандарға смартфон жоғарғы ажыратымдылықта әдемілікті сыйлай алады. Ал 120 Гц бар экранды мен сияқты нағыз мобильді ойыншылар бағалауы тиіс, өйткені біркелкі қозғалыс пен жоғары кадр жиілігі арқасында кез келген ойында қарсыласының алдында басымдылық әрі жайлылық бере алады. Кейін біз мұны әртүрлі ойындарда әлі сынап көреміз. Енді бұның бәрі жылдам жұмыс жасап, лагсыз, бақсыз жұмыс жасау үшін әрине смартфонның тех сипаттамасы жақсы болуы тиіс. Және бұл жерде де бәрі дұрыс. Сондықтан Honor 90 Android 13 жүйесінде Magic OS оболочкасының 7.1 нұсқасында жұмыс жасайды. Сонымен қатар 8 ядролы Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 процессорымен, Adreno 644 графикалық процессормен, және 12 гигабайт оперативтік жадысы, сонымен қатар 512 гигабайт ішкі жадысымен жабдықталған. Және айтып кетерім, бұл смартфонның 8 гигабайт және 256 гигабайтты нұсқасы да болады. Honor 90-да оған қоса әрине 5G, NFC, жоғары жиілікті Wi-Fi, Bluetooth 5.2, HGPS, GLONASS, кері зарядтау және барлық стандартты датчиктер де бар. Көлемді батареяға бөлек тоқталғым келеді. Оның сыйымдылығы 5000 мАч-на және Supercharge жылдам зарядтауы мен 66 ватты блок питаниясымен бірге аккумуляторын тез толтыруға және ұзақ уақыт бойы розетка іздемеуге мүмкіндік береді.
Бұл қарапайым пайдаланушы үшін де, мобильді ойыншылар әсіресе киберспортшылар үшін де өте маңызды. Себебі телефонға қосылған кабель арқылы маңызды шешуші шайқастарды ойнау өте ыңғайсыз. Өз басынан өткен әңгіме. Жиза болса астына жазып кет. Кез келген смартфон бенчмарктан өтуі тиіс. Және бұл жерде смартфон өзін тек жақсы жағынан көрсетті. Қазір экранда смартфон жайлы бір ағынды және мульти ағындағы көрсеткіштерді және басқа синтетикалық деректерді көре аласыз. Жалпы бұл жай ғана сандар, оларды біз графикалық топ ойындарда міндетті түрде көруіміз керек. Алдымен барлығымыз жақсы көретін Garena Free Fire ойынында әрине Max нұсқасы және ультра настройкамен ойнап көрбедік. Нағыз баталиялар. Керісінше смартфон өзінің 120 Гц экран жиілігімен жоғары ажырамдылықтың арқасында ойында максималды комфорт пен бір қалыпты өнімділікті көрсете алды. Әрі қарай біз гонка ойынын ойнап, ойын кадрлары мен локациялар жылдам әрі агрессивті ауысатындықтан смартфонды бұнда да тексеріп көрдік. Ешқандай тротлинг немесе смартфонның артқы жағының қатты қызуын байқамадық. Ол әрине өте қуантады. Сонымен қатар смартфон тіптен ашық локациясы бар, ауыр графикалық ойындарды сыналып, бар жоғы 1 сағаттан артық түрлі ойындарды кезек ойнап, сынау барысында мен бір нәрсені байқап қалдым. Ол бұндай экранмен ойындарды ойнау шынымен де ерекше әсер сыйлайды. Оны сіздерге қалай түсіндірсем екен? Меніңше оны өзіңіз ойнап сезіну керек. Сонда ғана түсінесіздер. Honor смартфондары әрқашан керемет камераларымен танымал болды. Бірақ менің ойымша Honor 90 одан да алға жылжыды. Өйткені бұл толыққанды камерафон болып келеді. 3 камералы блокқа көңіліңізді аударсаңыз, түсінесіз. Бұл сырттай ғана керемет көрініп қана қоймайды. Видеоның басында 2 мегапиксель камерасы бар смартфондарға қалай таңғалғанымыз туралы айтқаным есіңізде ме? Ал енді Honor 90-ның камерасы қанша мегапиксель деп ойлайсыздар? 200 мегапиксель, Карл. Яғни суреттер 16256-да 12192 пиксельді болады. Сіз мұндай сандарды басқа смартфондарда естідіңіздер ма жалпы? Окей, ал фронталды камерасы ше? Қанша мегапиксель деп ойлайсыздар? 50 мегапиксель. Бұл 8160-та 6112 пиксельді құрайды суреттер. Әрине смартфонда 512 гигабайт жады көлемі керек. Honor 90-да кең бұрышты және макро камера да бар. Олар болса 12 мегапиксельді және 2 мегапиксель тереңдік сенсорымен жабдықталған. Онымен қоса 10x цифрлық зум, күлімсіреуді автоматты түсіру, түрлі фильтрлер, 2D-дағы адам бетін анықтау, мультивидео және жасанды интеллекті кеңінен қолданатын басқа да көптеген режимдер сияқты пайдалы функциялар баршылық, және оның бәрі болашаққа үлкен қадам болып келеді. Ал видеоны бұнда 4K ажыратымдылық пен 60 FPS-қа дейін түсіру мүмкіндігі бар. Яғни сіздің алдыңызға жай ғана смартфон емес, шынымен де толыққанды нағыз камерафон, контент-мейкерлерге, мобилографтарға және жалпы әлеуметтік желілерде өз фотолары мен видеоларын белсенді бөлісуді ұнататындардың барлығына нағыз сыйлық бола алады. Дәл қазір экранда сіздер әр камераның қалай түсіретінін мысал ретінде көре аласыздар. Олардың қаншалықты сапалы екенін баға беруіңізге болады. Жарайды, қорытындылайық. Қолымызда флагмандық сипаттамалары бар смартфон. Енді мен байқаған ерекшеліктеріне тоқталатын болсақ, біріншіден керемет сыртқы түрі, ғажап қалқымалы немесе парящий жоғарғы ажыратымдылығы бар дисплейі. Екіншіден оның 200 және 50 мегапикселі бар сверхчеткий дейді ғой, сондай камералар. Олардың көмегімен сіздер түрлі зеркалды және үлкен камераларды ұмытып, ықшам камералы телефонмен пайдалану мүмкіндігі. Үшіншіден сыйымдылығы 5000 мАh бар аккумуляторы, жоғарғы жылдамдықты 5G интернеті, үлкен көлемді жадысымен керемет техникалық сипаттамалары бар. Және меніңше осының бәрі Honor 90 смартфонын көпшілігі геймингте, жалпы жұмыста, ойын-сауық немесе жарқын саяхатта пайдалану үшін іздеп жүрген құрылғыға айналдырады. Смартфон ресми түрде 10 тамыздан бастап Mechta.kz, Эврика, Технодом, DNS Фора сияқты
сауда орталықтарында таба аласыздар. Ал сіздер міндетті түрде бұл смартфон туралы пікіріңіз қандай? Комментарий астына жазып кетіп қасына ойнай дейін қалдырсаңыздар, келесі 520 алмазды ұтып кетуге мүмкіндіктеріңіз бар. Ал мен болсам осымен аяқтаймын, келесі Кубро арналарында кездескенше. Сау болыңдар.